Қазақстан Республикасының Әбілхан Қастеев атындағы мемлекеттік өнер мұражайының тарихы тереңде жатыр десек артық емес. Мұражай қашан құрылды, сіз бен біз білмейтін қандай қызықты ақпарат бар. Осының барлығы бүгінгі біздің бағдарламамызда. Эфирде Арман Қала. Мемлекеттік өнер мұражайының тарихы сонау 1935 жылдан бастау алады. Дәл сол жылы құрылған Қазақтың мемлекеттік көркемсурет галереясы мен қолданбалы өнер мұражайының негізінде 1976 жылы осы мұражай құрылды. Ал 1984 жылы мұражайға халықтың қазақ суретшісі Әбілхан Қастеевтің есімі берілген еді. Әбілхан Қастеев атындағы өнер музейі республикамыздағы ең үлкен мәдени орталықтарының бірі. Осы музейде бейнелеу өнерінің негізі қалыптастыруы, даму жағдайлары осы музейде күнделікті болып жатқан тіршілік. Біріншіден айтатын болсақ, осы Әбілхан Қастеев атындағы өнер музейінің ғимаратының ерекшелігі бұл геометриялық форма пішінде берілген. Сәулетшілер Ольга Наумова, Борис Новиков, Кузнецовтардың жобасы бойынша ұсынылған. Сәулетшілер Эльза Кузнецова, Ольга Наумова, Борис Новиковтер жобасымен салынған музей ғимараты негізгі композициясы бойынша қалалық сәулет кеңістігіндегі ерекше көркем құрылысқа айналды. Жалпы бұл музейдің ғимаратындағы ерекшелік осы музейдің экспонаттарының қолайлы болуына, көрсетілуіне, сақталуына жүйелі түрде соғылған ғимараттардың бірі болып табылады. Біздің музейдегі басты залдарының бірі негізгі ол сәндік қолданбалы өнер залында жоғары бөлігі арнайы пирамида формасында жасалған. Бұның негізгі шарты бұл табиғи жарықты музей кеңістігіне енгізу болып табылады. Одан кейінгі пирамидалар, ол кіші формадағы пирамидалар, 70-тен астам пирамидалар бар. Негізгі басты үлкен пирамида формасындағы пішін бұл сәндік қолданбалы өнер залында орналасқан. Бұл төрт жақтан келген арнайы осы табиғи жарықты осы музейдің кеңістігіне, картиналарға, өнер туындыларына ешқандай зақым келтірмейтін табиғи жарықты беру тәсілімен шешілген. Үлкен пирамидасы бар зал арқылы басқа залдарға қарай жол табуға болады. Бұл құрылыстың жарық түсірудегі ерекшелігінен бөлек құпиясы бар көрінеді. Бір жағынан киіз үйдің шаңырағындай орналасса, екінші жағынан космоспен байланыс орнатудың, тылсым күш жинаудың, келушілердің қуатын арттырудың тәсілі. Бұдан өзге, қалған залдарда барлығы 70-тен астам осы сынды кіші пирамидалар бар. Расымен жоғарда орналасқан алып пирамида ерекше әсер қалдырады екен. Ал осы пирамиданың астында орналасқан бастапқы зал халқымыздың ұлттық мұрасы болып табылатын сәндік қолданбалы өнері. Қазақ халқының ғасырлар бойы жинақталып, ұрпақтан ұрпаққа беріліп келе жатқан ұлттық дәстүрлі қолөнерімен, даму сатысымен таныстырады. Бұл қойылымда көшпелілер мәдениетін барынша сипаттап көрсететін қолөнер кәсібінің көптеген түрлері, кестелеу, тоқыма бұйымдары, ағаштан және сүйектен өңдеп жасаған заттар, түскиіздің түрлері, зергерлік бұйымдары ерекше көзге түседі. Әбілхан Қастеев атындағы өнер музейінің ең алғашқы кіреберіс залында сіздер қазақтың қолданбалы сәндік өнерімен таныса аласыздар. Қазақтың сәндік қолданбалы өнерінде бұл көрмеленген бұл залда 19-20 ғасырдағы бұйымдармен таныса аласыздар. Мұнда жалпы қазақ қолданбалы сәндік өнері ол ежелден келе жатқан тұрмыстық және ата-бабаларымыздың күнделікті қолдану барысындағы бұйымдардан қазіргі таңда осы біздің мұра болып қалып жатқан дүниелермен танысу мүмкіндік туады. Ортаңғы бөлігінде мынау зергерлік өнері тұр. Сондықтан бізде зергерлік өнері бізде жаңағы әйел бұйымы, тағы да қарап отырсаңыздар, әйел әшекейлерін жасау.
мысалы сол ерте кездің өзінде ата-бабаларымыздың өзі әсемдікке, яғни әйел затын, ол биік, ол әйел, ол жер ана деген. Осының әрбір бөліктердің өзі бізге төртке бөлінеді, жаңа оңтүстік, солтүстік, шығыс, батыс. Яғни батыс жақтың зергерлерінің жасаған бұйымдары ол ауқымды, салмақты болып келсе, мынау шығыс жақтағылар өздері сол орыс халықтарына, татар жерлермен астасып жатқандықтан бұл жердегі өнерді салпыншақтары көбірек, көздермен, әртүрлі бағалы тастармен. Оңтүстік жақтыкілер көбінде салпыншақтары болғанымен, олар мына Өзбекстанға жақын болғандықтан оларды бояу, яғни эмальдандырылған. Дамыған заман, күйбең тіршілік, техника мен ноу-хау дәуірі деп жүргенде, рухани құндылықтарымыз бен мәдени мұраларымызды елемей кетеміз. Ал сіз соңғы рет қашан мұражайға бардыңыз, құрметті көрермен? Асылы жан дүниеңізге анда-санда болса да рухани қоректендіріп тұрғанға не жетсін? Мысалы біздің тағы мына жаққа келетін болсақ, ағаш бұйымдарының өзін кейбір кезде атауларын біздің ұмытып жататын бар. Біздің мейлі ағаш бұйымдарына не жасайды? Музыкалық аспаптар, кебеже, сандығымыз бар. Мысалы, мынау тұрған адалбақан деген зат. Қазіргі біздің тілмен не? Киім ілгіш. Былай қарасаңыздар, осы адалбақаны дейді ғой, бақаны құламасын деген қазақта неде бар. Мысалы, бақан деген ол үйдің ішінде киіз үйде түретін бақан болған. Яғни бұл адалбақан. Негізі ол нені білдіріп тұр? Атының өзі айтқандай, ол сол үйдің адалдығын, несіз тазалығын сақтап, жаңағы ол үйдің ұстамдылығы, мысалы сол үйдің берекесі дегендей. Асадал деген тұр, яғни ол біздің шкафымыз, қазіргі тілмен айтқанда. Ыдыс аяқ қоятын асадал, кебеже. Бұлардың барлығы бізде қазақтан, көнеден бізде мұраға қалып отырған, қазақтан жаңа салт дәстүріміз, осының бәрі. Әрине біз балаларға, болашақ жеткіншектерге осыны жеткізіп отырған арқасында, қазірде біздің осы қазір рухани жаңғыру даму ғой. Бағарасаңыздар, рухани жаңғырудың неден бастаймыз? Яғни сол көнеден осының қазір қандайға дәрежеге жеттік, қандай дәреже? Біз қалай алып келе жатырмыз? Осының бәрін біз әрбір келген көрерменге жеткізуге тырысамыз. Алматы ғана емес, еліміздің мақтанышына айналған ғимарат 8000 шаршы метрді алып жатыр. Бір қарағанда ұстамдылығы мен қарапайымдылығымен көзге түсетін сәулет туындысы шын мәнісінде бүге шүйесіне дейін ойластырылған. Ол басынан аяғына дейін музей болуға арналған. Мәселен, арнайы бұрышталып жасалған терезелер күн сәулесінің мұражай ғимаратына бір қалыпты түсуін қамтамасыз етеді. Әрбір осы музейдің терезе нұсқаларында орналасқан арнайы эркер тәсілімен жасалынған. Бұл арнайы күннің бірден залға енгізбеу тәсілімен көлегейлей келіп, осындай бір табиғи жарықты беру тәсілімен жасалған бір әдістердің бірі болып табылады. Музейдің жоғары жағына пирамида орнату әлем бойынша Қазақстанда алғаш рет қолданылды. Тіпті әйгілі Франциядағы Лувр мұражайын кейін ғана ойластырып жүзеге асырған екен. Бірақ әңгіме бұл туралы емес. Айналасында су бұрқағы мен жасыл желегі бар музейдің архитектуралық ерекшеліктерін шексіз айта беруге болады. Ал музейдің ішкі құрылысы бөлек әңгіме. Барлық залдар, ал олардың саны 14, орталық желдеткіш аппаратымен қамтылған. Әр бөлімде термометр мен бір қалыпты температуралық режимді сақтауды қадағалайтын мамандар бар. Жалпы Қастеев атындағы өнер музейінде үлкен ғылыми орталықтар бар. Атап айтатын болса, Қазақстан бейнелеу өнері, шетел өнері, сонымен қатар реставраторлық қор бөлімі бар. Осы музейде ұсынылып отырған экспонаттардан басқа бізде қор бөлімі жұмыс істейді. Ол жерде қор бөлімінде арнайы температурада сақталатын өнер туындылары арнайы қызметкерлер қарамағында болады. Және әр залға кірсеңіздер термометр бар арнайы, осы музейдің ылғалдығын, құрғақтығын көрсетіп тұрады. Сол бойынша қызметкерлер қадағалап тұрады. Бүгінде Әбілхан Қастеев атындағы мемлекеттік өнер мұражайы еліміздегі бейнелеу өнері саласындағы жетекші ғылыми зерттеу және мәдени ағарту ісіндегі ірі көркемсурет музейі болып табылады. Музейде Қазақстанның бейнелеу, қолданбалы өнері, шетел классикалық өнері, жаңа дәуірдегі шетел өнері, қорлар, қайта қалыпқа келтіру, көрме және экспозиция, насихаттау және экскурсиялық қызмет көрсету, ақпарат және баспа ісі сынды ғылыми орталықтар жұмыс атқарады. Қазіргі таңдағы музейдің қоры өзінің көркемдік деңгейінің жоғарылығымен көптеген әлемдік жинақтардан еш қалыспайды. Музейдің аса бай қорындағы 25 мыңнан астам кескіндеме, графика, сәулет және Қазақстанның, Ресейдің, Еуропаның, Американың, шығыс елдері халықтарының қолданбалы өнерінің баға жетпес жұмыстары музейдің негізгі қорындағы туындылар болып табылады.
Әбілхан Қастеев атындағы мемлекеттік өнер мұражайы әлемдік мәдени мұраларды сақтау, оларды зерттеу және танытуда маңызды іс-шараларды орындайды. Қандай да бір бұйымның бәз қалпында сақталуына қайта қалпына келтіру, яғни реставрация орталығы орасан үлес қосуда. Жалпы кез келген туынды өзінің уақытысы болады, жөндейтін, не болмаса зақымданған кезінде арнайы реставрация бөліміне апарылады ол туынды. Сол жерде біздің ғылыми қызметкерлер реставратор бөліміндегі арнайы өткізеді өздерінің ғылыми жұмыстарын. Сол арқылы жалпы бұл үлкен процесс, жай ғана жасалынатын жұмыс емес, үлкен процесс, ғылыми тұрғыда жасалынатын жұмыстардың бірі болып табылады. Қазір біздер Әбілхан Қастеев атамыздың өзінің жеке көрмеленген ескерткіш мемориалдық залымен таныса аласыздар. Бұл бөлімде суретшінің тек қана төл туындылары, өзінің оригинал дейміз ғой, түпнұсқа туындылар, кескіндемелік бояулармен жасалған, әр жылдарымен, яғни хронологиялық тізім бойынша жасалынған бөлімдермен таныса аласыздар. Бұл жерден Қай жағынан басталады? осы хронология, осы мынау Кенесары ханның портретінен басталады. Бұл жерде суретшінің 35 жылы жазылған Кенесары ханның портреті. Одан кейін кеңес кезіндегі кезеңдердегі мақтар жинау деген шығарма, пішен шабу деген шығармаларда суретші мынау қазіргі сол кезеңде ұжымдастыру, сол бөлімге келген колхоз совхоздардың құрылу барысымен таныстырылса, мынау сатып алынған қалыңдықпен қызды еріксіз әкету деген жұмыстарынан сіздер суретшінің ескі және жаңа тұрмыс тақырыптағы өзінің үлкен ауқымды, өзінің көптеген туындылар жасаған, сол бойынша жасалған. Бұл жерде қазақ халқының салт дәстүріндегі кереғар байлар мен кедейлердің арасындағы қарама-қайшы әрекеттер жасап кетсе, мынау жаңа өнер деген тақырып бойынша колхоз тойы деген шығармасы айтылады. Бұл бөлімдерден ұлы тұлғаларға арналған портреттері бар. Амангелді және Жамбыл Жабаевтың өзінің портреттерімен таныстырылып кетеді. Әбілхан Қастеев атамыздың шығармашылығына көз салсақ, ол кісінің Абай тұлғасымен, Абай Құнанбаевқа өзінің бір жақындығы, нәзік байланыс сезіледі екеуінің арасындағы байланыс. Абайдың бірнеше жасындағы портреттері, өлеңдері, қыс бар, көктем бар, жаз бар, соған байланыстырып. Бұл байланыс қайдан тек? Байланыс қайдан болғанда, мысалы, Әбілхан Қастеев атамыз өзінің бір деректерде өзінің айтады ғой, егер ақын дейді, ақын адам, ол сол көрген табиғатын, көрген сұлулығын, барлығын сөзбен, көркем сөзбен келтірсе, неге мен бейнелеу тілінде осыны сызба түрінде неге келтірмеске дейді. Сондықтан сол өзі Әбілхан атамыз өзі жазу сызуға өзі кеш келген ғой, жаңа оқу білімге. Содан өз замандастары сол кезде Мұхтар Әуезовтің шығармашылығымен өте тығыз байланысты болып, сол 20 жасында Мұхтар Әуезовтің Абай жолы романын оқып, содан бастап бұл кісіде жаңағы Абайдың жас Абай деген портретін жасаған шығармасы бар. Осы көрмеде таныса аласыздар. Және Абайдың өлеңдеріне иллюстрациялар жасап, сол конкурста бұл өзінің жеңіп алып, сол Ресей жерінде Надежда Крупская атындағы көркем сурет галерея студиясында сол жерде білімін алу үшін соған жолдамамен бірге барған. Сондықтан Абай Құнанбаевтың осы Әбілхан Қастеевтің шығармашылығында үлкен өзінің ауқымды орны бар. Әбілхан Қастеев 1904 жылы туылған қазақтың әйгілі кескіндемешісі, график суретші, қазақ бейнелеу өнерінің негізін салушылардың бірі. Туып өскен жері Алматы облысына қарасты Жаркент төңірегі. Еңбек жолын Түрксіб теміржол құрылысында жұмысшы болып бастады. Мәскеудегі көркем сурет студиясында Хлудов пен Бродскийден сабақ алды. Ол халық өмірінің алуан көріністерін шынайы бейнелеген 1000-нан астам көркем туындыларды дүниеге келтірген. Әбілхан Қастеев суретші ретінде өзіндік дара қолтаңбасымен ғана ерекшеленіп қоймай, туған жерімен, өскен елін перзенттік махаббатпен жырлай алған бір туар суреткер. Құдай бақты барлық адамға бірдей береді. Оны ұстай алу өзіңнің құзырыңдағы іс. Ұшырып алсаң, өзіңнен басқа ешкім кінәлі емес. Қастеевті Қастеев еткен де дәл осы ұстаным, дәл осы әфсана.
Арман қаланың көрермендеріне таптырмас мүмкіндік туындап тұр. Дәл осы жерде дәл бүгін түсірілім жұмыстары жүргізу барысында Верный көшелерінен Алматы даңғылдарына атты көрме ашылған екен. Мұнда қаланың 1940 жылдан бастап қазіргі заманға дейінгі кескін келбеті бейнеленеді. Музейімізде арнайы жағым экскурсия, лекция орталығы бар, білім беру орталығы. Сол білім беру орталығы үлкен бағдарлама жасайды, мектеп оқушыларына, студенттерге, жас деңгейлеріне байланысты. Соған бойынша бізде осындай тығыз байланыста мектеп оқушыларымен, жоғарғы оқу орындарымен ересек адамдар да келіп жатады. Айта кетерлігі, музей келушілер назарына тек қылғалам туындыларын ғана емес, түрлі мәдени шараларында ұсынуда. Солардың қатарында музейде тұрақты түрде өтетін музыкалық вернисажды атап өтуге болады. Әртүрлі тақырыптарға арналған шара өнерсүйер қауымға әлемдік классикалық туындылар ырғағымен, экспозициялармен танысуға мүмкіндік береді. Әбілхан Қастеев атындағы өнер музейінде айына 1-2 рет музыкалық вернисаж өтеді. Бұл музыкалық вернисаждың мақсаты негізгі музыка мен өнер саласын бір осындай ағымға тоғыстыру. Өнер таусылмас жан азығы, халық тарихының шежіресі екені хақ. Қазақстан Республикасының мемлекеттік өнер мұражайы кез келген жастағы келушісін құшақ жая қарсы алады. Ат терлетіп алыстан келген шетел қонақтарына да арнайы жағдайлар жасалған. Мәдени ағартушылық жұмыстар жүріп жатады біздің музейде, үлкен музейімізде. Сондай-ақ қазіргі кездің талаптарына сай залдарымызда мультимедиалық қондырғылар бар. Айтатын болсақ, аудиогид, кез келген келушілер өзінің қалауы бойынша ағылшын, орыс, қазақ тілінде немесе француз тілінде таңдап өзінің қалаған залын тыңдай алады. Қаланың, жоқ еліміздің жауһары саналатын өнер ордасында жұмыс істейтін қызметкерлерге де талап қатал. Музейде бұл мамандандырылған өнер танушылар, музей танушылар жұмыс істейді. Негізгі осы саланың негізгі мамандары. Сол кісілер ғана осы музей саласында жұмыс істейді. Әрине гуманитарлық білім бойынша жұмыс істейтін азаматтарымыз бар. Себебі гуманитария, жалпы өнер, тарих бәрі бір жерден бағыт-бағдар алатын дүние болғандықтан, ондай ол жақтан мамандарда, сол жақтан келген мамандар да болады біздің музейде. Аталған өнер мұражайы ЮНЕСКО жанындағы беделді ИКОМ халықаралық музейлер қауымдастығының мүшесі болып табылады. Қазіргі алынып жатқан негізгі міндет бұл цифрлық форматқа түсіру. Яғни бұл бүкіл әлемде болып жатқан үлкен осындай үдеріс. Музейлік экспонаттарды цифрлық форматқа түсіру. Яғни қазіргі біздің цифрлық Қазақстан дейміз, электронды каталог жасалу мәселесімен бұл алға қойған міндеттердің бірі. Бұл мәдени мұрамыз музейде сақталмау керек. Негізі бұл халыққа қолжетімді болып, сол егерде осындай мүмкіндігі шектеулі жандарға, не болмаса музейге келуге уақыты жоқ, не болмаса жаңағындай шетел азаматтары осындай үлкен мүмкіндікке ие болады. Цифрлық форматтың бірінші жағынан айтатын болсақ, екінші жағынан бұл біздің мәдени мұраны жағы цифрлы мәдени мұра ретінде сақтау формасы қалыптасады. Көктем 3 ықшамауданы Сәтпаев көшесінің бойында орналасқан 22-ші үй туралы пайдалы ақпарат ұсына алдық деген үміттеміз. Десе де 100 рет естігеннен 1 рет көрген артық. Бізге сеніңіз. Алматы Қазақстанның ең ірі мегаполисі. Еліміздің индустриалдық орталығы ғана емес, талай жанның жастығының куәсі. Асқақ армандар орындалатын қала. Бұл арман қала.